Сәлем оқушылар, 11 сынып алгебра сабағын бастайық. Бүгін бізде жаңа тарау, көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулер мен теңсіздіктер. Өткен сабақта мен көрсеткіштік теңдеулер және олардың шешу жолдарымен таныстырғанмын. Бүгін біз осы тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Яғни бүгінгі сабақта көрсеткіштік теңдеулер жүйесімен танысамыз. Сабақты соңына дейін көріңдер. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңдар. Анықтама: құрамында көрсеткіштік теңдеуі бар теңдеулер жүйесін көрсеткіштік теңдеулер жүйесі деп атаймыз. Ал енді біз осы теңдеулер жүйесіне мысалдар қарастырайық. Бізде 6-шы мысалда x қосылған y тең 5, 4-тің x дәрежесі қосылған 4-тің y дәрежесі тең 80 деген теңдеулер жүйесі беріліп, теңдеулер жүйесін шешіңдер дейді. Алдымен қараңдар, теңдеулер жүйесін біз алмастыру тәсілімен шешеміз. Яғни бірінші теңдеуден y-ті тауып алып, екінші теңдеудегі y-дің орнына апарып қоямыз. Яғни бұл жерде y-дің өзі бір жақта қалады да, қалғандар екінші жаққа өтеді. Мына 5 өз теңдіктің екінші жағында жазып қоямыз. Мына x теңдіктің екінші жағына минус x болып өтеді. 4-тің x дәрежесі қосылған 4-тің y дәрежесі тең 80 өзі тұра береді. Енді біз мына бірінші теңдеуден y-ті тауып алдық. Соны мына екінші теңдеудегі y-дің орнына апарып қоямыз. Сонда қараңдар, 4-тің x дәрежесі қосылған 4-тің 5 минус x дәрежесі. Біз мына y-ті жазбаймыз да, орнына мына y бізде 5 минус x-қа тең ғой, сол 5 минус x-ті жазамыз міне. Тең 80 өзі жазылу тұра береді. Ал енді қараңдар, 4-тің x дәрежесін жазып қоямыз. Қосылған мына бізде мына a-ның n минус m дәрежесі болса, бұны біз a-ның n дәрежесі бөлінген a-ның m дәрежесі деп жазып алуға болатын еді. Сонда бізде егер негіздері бірдей болып, дәрежелер әртүрлі болып тұрса, негіз жазылады да, дәрежелер азайтылатын еді. Ал енді бізде осы айырма түрін біз мынандай керісінше дәрежелер азайтылып тұрса, бөлінді түріне түрлендіруге болады. Сонда 4-тің 5 дәрежесі бөлінген 4-тің x дәрежесі тең 80 өзі тұра береді. Ал енді қараңдар, 4-тің x дәрежесін жазып қоямыз. Қосылған 4-тің 5 дәрежесін есептейміз. Бұл жерде бізде 4-тің 5 дәрежесі дегеніміз 4-ті өзіне 5 рет көбейт деген сөз. Ол 4-ті 4-ке көбейтсек бізде 16, 16-ны 4-ке көбейтсек 64, 64-ті 4-ке көбейтсек 256 болады, 256-ны 4-ке көбейтсек 1024 шығады. Бөлінген 4-тің x дәрежесі өзі тұра береді. 80-ді теңдіктің бер жағына плюс болып тұр ғой, минус 80 қып өткізіп аламыз да, тең 0 деп аламыз. Ал енді қараңдар, бізде мына астында 1 бар деп ойлаймыз. 80-нің астында 1 бар деп ойлаймыз, ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім бізде 4-тің x дәрежесінің өзі болады. Ортақ бөлімді беріп тастап жібереміз. Яғни мынаған 4-тің x дәрежесінен теді, мынаған 1-ден теді, мынаған да 4-тің x дәрежесінен теді. 4-тің x дәрежесін 4-тің x дәрежесіне көбейтсек, 4-тің 2x дәрежесі болады. Қосылған 1024 өзі тұра береді. Минус 80 көбейтілген 4-тің x дәрежесі тең 0 болады. Ал бөлшектің бөлімінде 4-тің x дәрежесін тең емес 0-ге деп аламыз. 4-тің ешқандай дәрежесі бізде 0-ге тең болмайды. Ал енді мына теңдеуді қараймыз. Қараңдар, 4-тің 2x дәрежесін бірінші жазып алам. Минус 80 көбейтілген 4-тің x дәрежесін жазам. Қосылған 1024-ті сол кейінен жазам да, жазып қоямыз. Енді қараңдар, бұл жерде бұл енді бізде квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеу болып тұр. Яғни біз 4-тің x дәрежесін тең a деп аламыз да. Сонда 4-тің x дәрежесі a-ға тең болса, 4-тің 2x дәрежесі a квадратқа тең болады. Сонда a квадрат минус 80a қосылған 1024 деген теңдеу шығады. Теңдеу. Ал енді қараңдар, бұл бізде қандай теңдеу болып тұр? Келтірілген квадрат теңдеу болып тұр. Келтірілген квадрат теңдеуді біз бетпен шығарсақ болады, қаласақ дискриминантпен шығарсақ болады. Оның бәрін өзіміз білеміз. Енді қараңдар, бұл жерде бізде өзі теңдеудің жалпы түрін ax квадрат қосылған vx қосылған s тең 0 еді. Яғни оны біз келтірілген квадрат теңдеуге келтіреміз. X квадрат қосылған px қосылған q түріне келетін еді. Сонда бізде мына x пен берілсе, яғни теңдеулердің, қараңдар, теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісі бізде мына q-ға, ал қосындысы мына p-ға қарама-қарсыға тең болу керек. Сонда мына жерде
бұл теңдеу. Мысалы А1 мен А2-ні көбейтетін болсақ, ол 1024-ке тең болу керек. А1-ге А2-ні қосатын болсақ, ол минус 80 болса, ол плюс 80-ге тең болу керек. Міне. Осы жерден тауып аламыз қазір. Бұл жерде қараңдар, бізде А1-ді тең деп аламда 16, А2-ні тең деп аламыз 64. Себебі 64 пен 16-ны көбейтсек бізде міне 1024 шығады. 60-ға 64-ке 16 қоссақ 80 шығады. Біз қаласаңдар сендер дискриминантпен шығарып тауысаңдар да болады. Ал енді қараңдар, біз міне тауып алдық, А-ның мәндерін тауып алдық. Бұл дегеніміз мына берілген мына теңдеудің шешімі. Ал бізге не керек? Мына теңдеудің шешімі керек. Сол үшін мына А-ның орнына апарып қоямыз да, біз X-тің мәндерін табамыз. Сонда міне 4-тің X дәрежесі тең дейміз да, А-ны жазбаймыз, А-ның орнына бірінші 16-ны қоямыз. Сонда бұл жерден қараңдар, 4-тің X дәрежесі тең 16 нені береді? 4-тің 2 дәрежесін береді. Яғни біз бұл көрсеткіш теңдеуді бірдей негізге келтіріп аламыз. Екеуінің де негізі 4-ке келеді. 4 негіз деп жазып аламыз. Міне негіздері тең ба? Болды, біз негізін тастап жібереміз. Бұның дәрежелері де тең болады. X тең 2, бұл X1 деп аламыз. Ал енді 4-тің X дәрежесін тең дейміз, одан кейін А-ның орнына не қоямыз? 64 қоямыз. Сонда 4-тің X дәрежесі өз тұра береді. Мына 64-те бізде 4-ке келеді. Яғни 64-ті бізде 4-тің 3 дәрежесі 64-ке тең. Сонда қараңдар, бұның да негіздері тең ба? Бізде негізін тастап жібереміз да, тек дәрежелермен ғана жұмыс жасаймыз. Ал енді бұл X2 болады. Міне қараңдар, біз X1-ді, X2-ні тауып алдық. Әлі бұл дегеніміз берілген теңдеудің, мына теңдеудің ғана шешімі. Бізде не берілген еді? Теңдеулер жүйесі берілген еді. Сол теңдеулер жүйесінің шешімін тауып алу үшін біз не істеуіміз керек? Y-ті табуымыз керек. Y1-ді тапқан кезде біз нені қоямыз? X1-дің мәнін қоямыз. Ал Y2-ні тапқан кезде біз X2-ның мәнін қоямыз. Y1 дейміз да, мынадағы 5-ті жазамыз, азайту деп X-ті жазбаймыз, X-тің орнына X1-дің мәнін қоямыз. Тең 5-тен 2-ні алсақ бізде не қалады? 3 қалады. Ал енді Y2-ні тапқан кезде біз X2-ның мәнін қоямыз. 5-ті жазамыз, азайту X2-ның мәні неге тең? Бізде 3-ке тең да, тең 2 болады. Міне біз X1-ді, Y1, X2, Y2-ні тауып алдық. Енді осыны бірге жазамыз. Жауабын жазған кезде, яғни біз X1 мен Y1-ді бірге жазамыз. Бірінші X-тің мәні, кейін Y-ның мәні жазылады. X1-іміз бізде неге тең? 2-ге тең. Міне оған Y1 мен бірге жазамыз. 2 мен 3. Сосын екінші жауабы X2-міз 3-ге тең, Y2-міз 2-ге тең. Яғни бұл теңдеулер жүйесінің шешімі 2 мен 3 және 3 пен 2 сандар жұбы болады екен. Ал енді қараңдар, 7-ші мысалды қарастырайық. 7-ші мысалда бізде 3 көбейтілген 2-нің X дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 3-тің Y дәрежесі тең 4-тен 11. Ал 2-нің X дәрежесі минус 3-тің Y дәрежесі тең минус 4-тен 3 деген теңдеулер жүйесі беріліп, теңдеулер жүйесін шешу керек екен. Қараңдар, бұл теңдеулер жүйесін мен бізде жаңа айнымалы енгізу арқылы шығарамыз. Ол үшін бізде мына 2-нің X дәрежесін тең біз A деп аламыз, ал 3-тің Y дәрежесін тең V деп аламыз. Сонда қараңдар, мына 3 көбейтілген 2-нің X дәрежесін жазбаймыз, оның орнына не жазамыз? 3A деп жазамыз. Қосылған 2-ні жазып қоямыз да, 3-тің Y дәрежесінің орнына біз не жазамыз? V жазамыз да, тең 4-тен 11 өзі тұра береді. Мына жерде де сол 2-нің X дәрежесінің орнына A, минус 3-тің Y дәрежесінің орнына V-ны жазамыз. Тең минус 4-тен 3 өзі тұра береді. Енді қараңдар, бұл қарапайым сызықтық теңдеулер жүйесі болды. Бұны біз қаласақ орын алмастыру тәсілімен, қаласақ қосу тәсілімен шығаруға болады. Мен қосу тәсілімен шығарам. Екінші теңдеуді 2-ге көбейтем. Себебі мынаны 2-ге көбейтетін болсақ, бұл минус 2V болады, мына плюс 2V болады да, екеуін қосқан кезде екеуі қысқарып кетеді. Ол үшін жазамыз, міне бірінші теңдеуді жазып қоям. Мына жерге жаза берейін. 3A плюс 2V тең 4-тен 11 дейміз да, екінші теңдеуді көбейтіп аламыз. 2-ні біз тек V-ға ғана көбейтпейміз, 2-ні бұл теңдеудің барлық мүшесіне көбейтеміз. Бірінші 2-ні A-ға көбейтеміз, 2A, минус 2-ні V-ға көбейтеміз, 2V, тең 2-ні мынаған көбейтетін болсақ, қараңдар, минус
4-тен 3-ті 2-ге көбейткен кезде мына 2 мен мына 4 қысқарып мына жерде 2 қалады да, 2-ден не болады? Мына 1 болады. 1 алым мына 3-ге көбейтіліп кетеді. Не керек? 2-ден 3 қалады міне. Міне біз жазып алдық, енді осыны қосамыз. Қосқан кезде 3А-ға 2А қосылып бізде 5А болады да, тең 2В мен 2В қысқарып кетеді, себебі біреу плюс, біреу минус. Ал 4-тен 11-ге қосамыз біз минус 2-ден 3-ті. Қосқан кезде бізде былай жазылады да, міне 4-тен 11 қосылған минус 2-ден 3 болады. Бізде жақшаны ашқанда плюс пен минус деп болып кетеді. Минус болып кетеді. Сонда 4-тен 11 минус 2-ден 3-тің өзі қалады. Сол сразу жазып алдым. 5А тең дейміз да, мына ортақ бөлім бізде жай бөлшектерді қосқан кезде біз не істейтін едік? Ортақ бөлім беретін едік. Ортақ бөлім 4-тің өзі болады. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден тиеді да. 11 азайту 6 болады. Сонда бұл дегеніміз 4-тен 5 шығады міне. Ал енді біз міне бұл жерден енді А-ны тауып алу үшін А тең дейміз да, 5 теңдіктің екінші жағына не өтеді? Бөлу өтеді. Сонда 4-тен 5 жазамыз да, бөлу 5 дейміз. Қараңдар, 5-тің астында не бар деп ойлаймыз? 1 бар деп ойлаймыз да, жай бөлшекке бөлген кезде біз не істейтін едік? Көбейтуге айналдыратын едік. Яғни бірінші бөлшек тұрады да, екінші бөлшектің алым мен бөлімін орнына ауыстыратын едік. Сонда мына бізде 5 пен 5 қысқарады да, енді қараңдар. Ауыстырып жазып алып, көбейтуге айналдырдық қой. Енді көбейтуді орнаған кезде біз қысқаратындарын қысқартып, алымын алымына, бөлімін бөліміне жазып қоямыз міне. Сонда бізде А неге тең екен? А тең 4-тен 1-ге тең болды міне. Ал енді біз А-ны тауып болдық, енді мына берілген теңдеудің қалаған біреуіне А-ның орнына мәнін қоямыз да, В-ны тауып аламыз. Мен екіншіге апарып қоямын. Мына А минус В-ға қоямын да, міне А-ны жазбайым. А-ның орнына біз 4-тен 1-ді қоямыз міне. 4-тен 1 азайту В тең минус 4-тен 3 өзі тұра береді. Енді қараңдар, 4-тен 1-ді жазамын. Минус 4-тен 3 бер жаққа өткізіп алам. Теңдіктің сол жағына 4 плюс 4-тен 3 болып өтеді. Тең дейміз да, мына минус бұны теңдіктің екінші жағына өткізіп аламыз. Енді қараңдар, жай бөлшектерді қосқан кезде біз ортақ бөлім беретін едік қой. Ортақ бөлім бізде 4-тің өзі болады да, бөлімдері бірдей болатын болса, алымдары қосыла салатын еді. Сонда тең В өзі тұра береді. Сонда бұл дегеніміз 4-тен 4 тең В болады да, яғни В-мыз неге тең? 4-4-ге бөлсек 1-ді береді. Міне біз В-ны да тауып алдық та. Енді қараңдар, бұл А мен В дегеніміз, бұны бірге жазатын болсақ, міне 4-тен 1 де 1 деген, бұл бізде мына айнымалы енгізіп мына теңдеудің шешімі. Ал бізде теңдеулер жүйесінің шешімі. Бізге есе мына берілген теңдеулер жүйесінің шешімі керек. Ол үшін мына жердегі А-ның орнына А-ның мәнін қоямыз да, мына А-ның мәнін X-ті тауып аламыз. Сонда 2-ның X дәрежесі тең 4-тен 1 деп аламыз. Қарандар, енді бұл бірдей негізге келтіру арқылы шығарылатын теңдеулер жүйесіне келеді. Мына 2-ның X дәрежесі өзі тұра береді. 4-тен 1 дегеніміз, мысалы 4-тен 1 дегеніміз ол 2-ның минус 2 дәрежесін береді. Бізде минус дәрежеден құтылу үшін 1 бөлінген 2-ның 2 дәрежесі деп аламыз да, яғни 2-ның 2 дәрежесі бізде плюс 4-ті береді ғой. Сонда бұл дегеніміз 2-ның минус 2 дәрежесін береді екен. Енді қарандар, негіздері бірдей ма? Болды, негізін тастап жереміз де, дәрежесімен ғана жұмыс жасаймыз. Сонда X неге тең екен? 2-ге тең екен. Міне біз X тауып алдық. Ал енді Y тауымыз. Y тауып алу үшін 3-тің Y дәрежесі тең деген жазамыз да, мына V-ны жазбаймыз. V-ның орнына V-ның мәнін жазамыз, 1-ді жазамыз. Ал енді қараңдар, 3-тің Y дәрежесі тең. Бізде мына негіздері мына 1 бізде 3-ке келеді. 1 деген сол 3-тің 0 дәрежесін береді. Міне енді қараңдар, негіздері тең ба? Болды, дәрежесімен ғана жұмыс жасаймыз. Сонда Y тең 0 болады. Сонда қараңдар, бұл теңдеулер жүйесінің жауабы X-ымыз неге тең екен? Минус 2-ге, Y-ымыз 0-ге тең екен. X-ы бірінші жазылады, Y-ы екінші жазылады. Сонда теңдеулер жүйесінің шешімі минус 2-ден 0 сандар жұбын беріп тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Егер сабақ ұнаса, каналыма тіркеліп, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар.